Баяғы жартас сол жартас қайтадан осы тақырыпқа айналуға тура келіп отыр. Өйткені күні кеше ғана біздің мәжілісте депутаттың мемлекеттік тілде қойған сұрағына біздің су жаңа министріміз жоқ, айналайындар, мен сіздерге орыс тілінде жауап қайтарайын деп шыға келді. Ол қазақ тілін білмегендіктен емес, өзім ойымды толық жеткізуге, толық ашу үшін орыс тілінде рұқсат болса жауап берсін. Оған әрине намыстанып біздің спикеріміз шықты, Нығматуллин мырза, депутаттарымыз: айналайын, сен қазақсың, біз патриотпыз, біз қазақ тілінде сөйлеуіміз керек деп. Қазақ тілінде қойған сұраққа қазақ тілінде жауап беру керек. Айналайын, Нығматуллин, айналайын, сол депутаттар, сендер сол министрді тағайындау алдында рұқсат бердіңдер. Осындай жігіт министр болсын деп, қолдарыңды көтеріңдер. Енді не тілейсіңдер? Өздерің сол жігітті тағайындадыңдар, рұқсатты бердіңдер. Сондықтан екі жүзді болмаңдар, айналайындар. Керісінше сендер әлге ағылшын тілін жаттап алыңдар, орыс тілін жаттап алыңдар. Өйткені сендердің тағайындаған жігіттерің ана тілін білмейді, ана тілін құрметтемейді. Мен сіздерге бір суреттеме ретінде бір мысал келтірейін. Бір элиттік атқора бар. Сол элиттік атқораның қабылдау комиссиясы міне сендерсіңдер. Сендерге біреулер алып келеді, мынау есек, бірақ та бұл есек емес, бұл керемет тұлпар деп. Сендер сол есекке жол бересіңдер, айналайындар деп қолдарыңды көтересіңдер. Сол 5-6 жылда аз уақытта сендер мынау тұлпардың орнына есекпен толтырасыңдар. Ол 5-6 жылдан кейін ол элиттік атқора емес, ол есек қора болып шыға келеді. Сондықтан айналайындар, өз-өздеріңе ғана ренжіңдер. Кінәлі біреу болса, онда барып айнаға қараңдар дұрыстап. Осындай жағдайға, осындай көргенсіздікке кінәлі өздеріңсіңдер. Халықтың якобы қалаулары. Сау болыңдар.